Жас өспірім Марко Полоның хикаялары. Килиманджародағы қар. 22 бөлім. Оңтүстікке қарай жаяулатып келе жатқанымызға көп күн өтті. Бағытымыз Мадагаскар. Ондағы теңіз қарақшылары Шиланың анасын тұтқынға алған. Африкадағы ыстықта жүріс өнбей келеді, бірақ мұнда көретін нәрсе көп. Қатты шаршадым. Дәл қазір мұхитта жүзіп, бетімді самал жел сипап тұрса ғой шіркін. Бірақ сен мұхитқа саяхаттағанды жек көресің ғой, Луиджи. Ол қапырық жерде поршаң шығып терлегеннен жақсы ғой. Мұхит дәл қазір аяқ киімімнің ішінде. Біз баяу жүріп келеміз, Марко. Меніңше негізі біз бір күндікке 10 миль жүріп өттік деп ойлаймын. Ойлайсың ба, әлде солай ма? Менің картам айтарлықтай нақты емес. Мұның түкке пайдасы жоқ. Бұл мүлдем картасыз жүргеннен жақсы. Сен екеуін қоймайды екенсіңдер. Мынандай тыныштық пен мамыражайдан ләззат алайықшы. Мамыражай және тыныш деп айтқаным бұл емес еді. Бәрін тыныш тұра қалыңдар. Енді не істейміз? Қимылдама. Меніңше, ол сенің аяғыңды ұнатып қалған сияқты. Күлкілі емес. Әбжіл екенсің. Менің өмірімді сақтап қалдың. Мұны бұрын жасап көрмегенмін. Не? Іске асып кеткеніне таң қалдым. Балалар, енді далада не істеп жүрсіңдер? Мадагаскарға бара жатырмыз. Менің анамды іздеп. Бірақ өкінішке қарай адасып кеттік. Иә. Менің атым Марко. Бұлар менің достарым Шила және Луиджи. Және біздің Фуфу. Менің атым Әл Идриси. Мен географпын. Гео немене? Әлемді шарлап, оларды картаға түсіремін. Карта жасайсыз ба сонда? Бәлкім, Маркоға біраз тәсіл үйретіп кетерсіз. Мадагаскар. Жақсы. Сендер алда әлі ұзақ жол жүресіңдер. Бірақ ұзақ сапардың тиімді тұсы да бар. Әлем туралы көбірек біліп, бір-біріңді жақсы түсінесіңдер. Демек, сіз мұнда осы тұмса табиғаттың картасын жасап жүрсіз бе? Мен алдағы қызықты сапарымның біріне әзірленіп жүрмін. Килиманджаро шыңына шықпақпын. Ол бүкіл Африкадағы ең биік тау. Өзіңіз ғана ма? Иә. Бастапқыда 4 болып шыққан едік. Жолға қажеттің бәрі болды. Бірақ кейін 3 ойынан айнып қалды. Неге? Олар кенеттен бұл сапар қауіпті деп есептеді. Әсіресе биіктіктің қысымына байланысты осындай ойға келді. Биіктіктің қысымы? Бұл таудың шыңына шыққан кезде пайда болатын өзгеше сезім бе? Иә, биікке шыққан сайын ауа жұқарып, демалу қиындай береді. Қол аяқтарың дірілдеп, мидың жұмысы әлсірейді. Сондықтан жоқ нәрсені көре бастайсың. Сағым секілді. Дәл өзі. Бұған дейін тауға өрмелеп көргенбіз. Сондықтан сапардың қауіпін жақсы түсінемін. Неліктен мұндай сапарға бет алдыңыз? Мен көне теорияны дәлелдейтін есептеу жүргізуді жоспарлап отырмын. Көне теория? Жер дөңгелек, шар тәрізді. Дөңгелек? Шар тәрізді мүмкін емес. Менің анам жер пицца секілді жазық деп айтқан. Қойшы, Луиджи. Біз жердің ернеуінен құлап кетпей-ақ, бүкіл Қытайды аралап шықтық қой. Бірақ ол жердің шеті жоқ дегенді білдірмейді. Көпшілік әлі күнге дейін жерді
жалпақ деп ойлайды. Бірақ жер негізінде аспанда қалықтап жүрген үлкен шар тәрізді. Оны көргенде ғана сенем. Хей, Луиджи, менде тамаша ой бар. Біз әл Идрисимен бірге шыңға шығуымыз керек. Неге? Жер расында да шар тәріздес екеніне сенімді болу үшін бұл керемет саяхат болмақ. Ал менің анаммен Мадагаскар ше? Шила жаяу айналып жүргеннен тауда асып түскен жылдан болады. Бәлкім шыңның басынан Мадагаскарды көріп қалармыз, Жарайт, келістік. Килиманджаро тауына беттейік. Сенімдісіңдер ме? Әлбетте. Оның үстіне бізді қабыланнан құтқарып қалдыңыз. Соның өтемі ретінде сізге көмектесейік. Кешкі ас әзір. Килиманджаро не мағынаны білдіреді, әл Идриси? Егер мына ыстықта қар болса, мен аяқ киімімді жеп қоярмын. Міне, мынау Килиманджаро тауы. Қараңдар, қар! Шыңның басында расымен де қар бар. Расымен де қар бар. Өте күлкілі. Африкада қар бар. Жер дөңгелек. Енді не қалды? Бәлкім адам айға ұшып барар. Пуф. Мына іздер ескі деп ойлаймын. Расында ескі секілді. Жақындап көрейінші. Не болып қалды, Фу-фу? Бекерге әуре болма, Фу-фу. Мені мұндай айламен қорқыталмайсың. Хей, күтіңдер мені. Мұна талдардың осыншақты биік болғанына сен алмай Бұл тұрмын. орманға өте көп су керек. Мұнда жаңбыр жиі жаума өзі? Енді білетін болдық. Тез, мына жаққа жүріңдер. Осы жерде паналай тұрайық. Бәрі тез болып кетті. Бұл жерде мұндай кездейсоқ оқиғалар өте көп. Негізі біз бүкіл әлемді шарлап өтіп, Килиманджаро тауына қарай бара жатырмыз ғой. Әлі талай жол жүру керек. Нені тұспалдап тұрсыз? Біздің сапарымыз барысында айнала 5 мәрте өзгереді. Біз қазір жыңғылды ашық жазықтан өттік. Онда ауа райы өте ыстық және жаңбыр сирек жауады. Енді тығыз тропикалық орманға келдік. Мұнда аңдар мен құстар өте көп. Бұл жақта өте ыстық, бірақ ылғалды. Тропикалық орманнан кейін шалғынды алқапқа келеміз. Онда өсімдіктер аздау және ағаштар биік емес. Әрі ол жақтың ауа райы тропикалық орманға қарағанда құрғақтау. Күндіз өте ыстық болғанымен, түнде тез суып кетеді. Шалғынды алқаптан кейін тау шөлі жатыр. Ол жақта тастар мен қар ғана бар. Көз ұшына дейін созылып жатыр. Ауа райы суытқан үстіне суыта береді. Содан кейін шыңға жетеміз. Ол жақты мәңгілік мұз басқан. Әрі ол жақ өте суық. Түсіндім. Мына тау 5 ландшафтты әлемді аралап келгендей әсер қалдырады екен ғой. Қандай керемет. Дәл солай. Килиманджаро тауының өзі бір ерекше әлем секілді. Егер жер тегіс болғанда, өрмелеу оңай болар еді. Бәрі дұрыс па? Иә, бәрі жақсы. Бүгін өте ұзақ жол жүрдік. Сондықтан кішкене дем алуым керек. Неге аздап дем алып алмасқа? Иә, түнге дейін шатыр тігіп үлгерейік. Жақсы. Демалу мен тамақ. Бірақ дәл осы кезекпен емес әрине. Білесіңдер ме?
жердің шар тәріздес болуы мүмкін емес. Олай айтуыңа не себеп болды? Бәрі қарапайым. Егер жер шар тәріздес болса, төменгі жақтағы адамдар басымен төмен қарап қалып, аспанға қарай құлап кететін еді. Хей, Бұл ақылға сыймайды, Луиджи. жер шар тәріздесте. Луиджидің айтқаны бұдан бірнеше жыл бұрын болған оқиғаға қатысты болып тұр. Бізді жерде ұстап тұрған не? Бірде құрма ағашының астында жатқанмын. Кенеттен бір құрма басыма келіп түсті. Сол кезде жердің іш жағында бүкіл нәрсе ұстап тұратын ғаламат күш бар екенін түсіндім. Бәрін? Иә, бәрін. Тастар, ағаштар, адамдар. Және құрманы. Білмедім. Бәрін ұстап тұратын күш. Ол қалай жұмыс істейді сонда? О, Лақтырған тастың аспанға ұшып кеткенін қалайтыныңды білем. Фуфуды көрдіңдер ме? Бәлкім ол айналада ұшып жүрген шығар, жан-жақты зерттеп. Адасып кетпейді деп үміттенем. Уайымдама. Фуфу, бізсіз алысқа ұзамайды. Мына гүлдерді қара. Қандай әдемі. Мұнда жүр екенсің ғой. Фуфуға не болған? Білмедім. Ол кешелі бері осылай бір түрлі болып жүр. Иә, бірақ лас емес еді. Ол бір нәрседен қатты қорқып қалған секілді. Қараңдаршы. Оның себебін анықтаймыз деп ойлаймын. Әлі Идриси, жағдайыңыз қалай? Сізге көмек қажет пе? Жоқ. Уайымдамаңдар, балалар. Биікке шыққанда бірнеше күн әрдайым қиын. Мен бұған үйреніп кетем. Біздің жүріп келе жатқанымызға екінші күн. Иә. Дұрыс. Мұның бәрін шатастырып алғаным қызық болды. Сендер де мен ойлағанды ойлап тұрсыңдар ма? Иә, мұның бәрі биіктегі қысымға байланысты. Одан көз жазып қалмайық. Шыңға дейін әлі алыс па? Әлі біраз жер бар, Шила. Бірақ дәл қазір бұлттың үстіндеміз. Көп ұзамай көресіңдер. Оған дейін демалып алыңыз, Әлі Идриси. Жүру қиындап бара жатыр. Қараңдар, қар жатыр. Юху! Қар! Қар! Бәрекелді! Қар! Ей, Луиджи, ұста! Не? Қап бәлем! Сендерге керек осы ма? Дәл бетіне тиді, мәссаған. Ей! Хайя! Ұстадым. Байқаңдар, қабылан жүр. Қабылан? Қайда? Ана жақта, өз көзіммен көрдім. Анық. Мұна жақта ма? Тастың артында. Бәлкім ол қар барысы шығар. Тексеріп қайтайық. Бірақ абай болу керек.
сенімдісің бе? Мұнда ештеңе жоқ. Мұнда да. Ештеңе жоқ. Меніңше Әлидрисиге қабылан елестеген тәрізді. Біз қабыланның ізін таппадық. Қызық екен. Оны өз көзіммен көргеніме сенімдімін. Әлидриси, жағдайыңыз жақсы ма? Бәрі дұрыс. Сәл ғана аялдап демалайын. Содан кейін сапарымызды жалғастырамыз. Шыңға дейін жол әлі ұзақ па? Жақындап қалдық. Африкада осыншалықты жаураймын деп ешқашан ойламаппын. Енді қатты ыстықтағаным үшін шағымданбаймын. Иә, саған, шағымданасың. Иә, шағымданам. Міне, келіп жеттік. Шыңның басындамыз. Алақай! Алақай! Шықтық ау. Көкжиектің доғалданып жатқанын көріп тұрсыңдар ма? Мәссаған! Саған. Бұл тағы да жердің шар тәріздес екенін дәлелдейді. Жердің пішіні дөңгелек екеніне енді сенесің бе? Иә. Немесе біз қазір биіктік қысымының ауруына шалдығып, айналамыздағыны елестетіп тұрған шығармыз. Жоқ, Луиджи. Бұл нағыз шындық. Айтқанындай болып шықты. Міне саған дәлел. Жоқ, Бір нәрсе болатынын білгенмін. оның жағдайы қиын, Марко. Енді не істедік? Біз оны таудың етегіне, мына жұқа ауадан мүмкіндігінше тез әкетуіміз керек. Бірақ қалай? Оны төменге апару бізге өте қиын ғой. Менің жоспарым бар. Міне, дайын. Көтеруге дайынсыңдар ма? Мен дайынмын. Мен жоспарды бұзғым келмейді. Бірақ Не болып қалды? мен дәл қазір сағым көріп тұрмын деп айтыңдаршы, өтініш. Ха? Солай деп үміттенемін. Мен оған сенбесем де солай үміттенем. Жоқ, бәрі толықтай анық. Фуфуды қорықтан не нәрсе екені түсінікті болды. Мені жеп қойма. Саған керегі осы ма? Жоспарың тамаша. Хайя! Биіктік қысымы бізді құтқарып қалды. Оны мұнда қалдырып кете алмаймыз. Оны айтып қойған шығарсың. Бірақ сөзіңе қосылам. Байқаңдар. Әлбетте абайлаймыз. Мысық мырзаның ұйқысы ұзаққа созылады деп ойлаймын. Бірақ қауіпсіздік үшін... Жарай, дайынбыз ба? Үш дегенде. 1, 2... Луиджи, мен 3... Ой! Ой! Қайтадан ұйықтап қалмасығым. Арттағылардың жағдайы қалай? Тамаша! Марко, абайла! Қара, абайлаңдар! Қап! Тез, мен мұнда ұзақ уақыт ұстап тұра алмаймын. Тез, Шила, тез!
Масқара. Біткен жеріміз осы. Бұл сұмдық қой. Расында да жағдай өте қиын, енді не істейміз? Көмектесіңдер. Қимылда! Қимылдама. Мықтап ұста! Көмектеспей жатыр. Қорқпа, Фуфу! Амансың ба, Фуфу? Бәрі дұрыс. Менде қосымша қапшық болғанына қуандым. Еш жерім сынған да жоқ, жарақаттанған да жоқ. Есімнен танып қалсам керек. Шыңнан қалай түскеніміз есімде қалмапты. Негізі төмен түсу шыққаннан тез ғой.